Баршаңызға қайырлы күн. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай бір жасағаннан ақ шығатын өте дәмді, сырты қытырлақ чебурекилер дайындайтын боламыз. Ең алдымен қамырын елейтін боламыз. Бізге ең әуелі ыстық суымыз, одан кейін тұзымызды қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Қайнап тұрған ыстық су құясыздар. Содан кейін сұйық майымызды қосып, електен өткізілген ұнымызды қосатын боламыз. Осылайша қасықпен араластырыңыздар бірінші кезде, өйткені қолдарыңыз күйіп қалады. Жаңағы қайнап тұрған суымыз кішкене суыған кезде осылайша қолмен жақсылап елейтін боламыз. Иін қандырып елеп алыңыздар. Сонда чебурекилеріміз күшті шығатын болады. Содан кейін пакетке орап 20 минутқа қалдырамыз. Қамырымыз дайын болғанша біз салмасын дайындайтын боламыз. Мен осылайша жусайды жақсылап жуып, майдалап турап алдым. Етпен жасасаңыздар да болады. Енді міне сковородкамызға 2 қасық майымызды құйдық. Енді жусайымызды жақсылап қуыратын боламыз. Осылай қуырған кезде жусайдың көлемі кішірейетін болады. Сол кезде жұмыртқамызды салатын боламыз. Жұмыртқаны салып болған кезде көз мөлшермен кішкене тұз қосатын боламыз. Міне осылайша жұмыртқамыз бен жусайымызды жақсылап қуырып аламыз. Салмамыз да дайын болды. Содан кейін дайын тұрған қамырымызды осылайша кесіп алып, көз мөлшермен ыңғайлы етіп бөлсеңіздер де болады. Мен бұл жерде барлығы бірыңғай әдемі болу үшін таразыға өлшедім 35 граммнан. Содан кейін осылайша барлығын домалақтап, басын біріктіріп қоямыз. Содан кейін барлығын бетін кеуіп кетпес үшін пленкамен жауып қоямыз. Содан кейін кішкене ұнға себе отырып, осылайша жұқа етіп жайып аламыз. Қамырларыңыз қалың болып кетпесін, жұқа етіп жайыңыздар. Сонда чебурекилер әдемі көтерілетін болады. Бұл жерде шанышқымен жасасаңыздар да болады.
Мен енді өзім осылайша түйіп шықтым. Ал енді осы түйіп жатқан кезде майларыңызды орташа отта қыздырып қоя беріңіздер. Чебурекелерімізді түйіп тастадық. Ал енді орташа оттағы майға саламыз. Қатты қызып тұрған майға салмаңыздар, өйткені көтерілмей қалады. Осылай жай отта пісіру керек, сонда жақсы көтерілетін болады. Екі жағын аудара отырып пісіріп аласыздар. Өздеріңіз көріп тұрғандай жақсы көтеріліп жатыр чебурекелеріміз. Бұл чебуректерді біз отбасымызбен сүйсініп жейтін болады балаларымыз. Сіздерге осы чебуректерді міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды, тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет. Ас болсын.